О, жаратушы жалғыз тәңірім, мына күндердің ең ұлысы, тілекті болардың ерекше қабыл болатын күні. Жаратқан ием, бала көңілді, дала мінезді, кең пейілді, қазақ атты халқымды тілімен, ділімен, әдет ғұрпымен, дүниежүзі халықтарымен бірге ақырет күніне дейін сақтай бер. Әр ұлттың келешегі әрқашанда тіліне, әдет ғұрпына байланысты. Сондықтан қазақ тілі әр уақытта сақталуын, әрқашанда құрметтелуін және ұлттық құндылықтарымызға байланысты барлық құндылықтардың әр уақытта өз деңгейінде болуын және әрқашанда халыққа қажет құндылықтарды айтуын, әрқайсымыздың әкеміз және анамыз аман болуын, өйткені дана халқымыз әке асқар тау, ана қайнар бұлақ дейді. Тауымыз аман болсын, қайнар бұлағымыз таусылмасын. О, жаратқан ием, әрқашанда сенің рахмыңда, пайғамбардың шапағатында болып, ұлтымыздың амандығын, халқымыздың амандығын, тіліміздің сақталуын, әдет ғұрпымыздың сақталуын бір өзіңе аманат. Әлхамдулилlah.